Бахридің үйіне полиция келеді. Семаны келіп ертіп алып кетеді. Бахри айтады: Сема, тыныштық па, не үшін сені алып бара жатыр дейді. Сема Бахриға: әке, уайымдамаңыз, барлығын өзім шешемін дейді. Полиция бөлімшесінде Хакан прокурор келеді және Семаға: осыдан 15 жыл бұрын мені не үшін тастап кеттің, соны маған қазір түсіндіріп бересің дейді. Мені осында 15 жыл бұрынғы жағдайды білу үшін алдырттың ба дейді Сема. Иә, сол жағдайды маған түсіндірмегенше мен сенің ізіңнен қалмаймын дейді. Өткенді қазбаламай-ақ қояйық, сенің оны білмегенің жөн деп Сема кетіп қалады. Семаға жынданған прокурор Хакан Жалтырбас, Пойраз және Зульфикарды әкеп түрмеге қаматтырады. Сема бөлімшеге Хаканға келеді. 5 жыл бұрын мен сені не үшін тастап кеткеніңді білгім келсе, онда Пойраздарды түрмеден босатасың деп оған шарт қояды. Жарайды, шартыңды қабыл алдым, Пойраздарды түрмеден босатамын дейді. Екеуі бір кафеде кездеседі. Ал енді бәрін айтып бер, мен барлығын білгім келеді. 15 жыл бұрын сен мені тастап жоқ болып кеттің, мен саған үйленгелі жүр едім ғой дейді. Мен сені тастап кетуге мәжбүр болдым, өйткені сенің әкең мені қорқытты дейді. Ол кезде сенің әкең жоғарғы сот болып істейтін еді. Жоғарғы соттың ұлына қайдағы бір мафияның қызын лайық көрген жоқ. Хакан: әкем олай жасауы мүмкін емес деп Семаға сенбей отырады. Мен сен үшін бәрінен бас тартуға дайын едім, сені жақсы көретін едім, саған үйленгелі жатыр едім дейді. Әкең мені қорқытты, егер баламды тастамасаң, онда әкеңді түрмеге қаматамын деп айтты дейді. Мен ұзақ ойландым және дұрыс шешім шығардым дейді. Жоғарғы соттың ұлы мен мафияның қызы қайдан неке құрсын? Оның үстіне ол кездері әкең сен үшін ұлы тұлға болатын. Сенің әкеңнің көңілің қалғанын қалаған жоқпын. Сондықтан да саған еш нәрсе түсіндіре алмадым, ізім ғайым жоқ болып кетуімнің де себебі осы дейді. Ал енді міне, сен барлық шындықты білдің дейді. Хакан не айтарын білмей қалады, өйткені осы уақытқа дейін Семаны жек көріп келген еді. Енді міне, Семаның кінәсі де жоқ екен.